аймақтарының көрермендері. Сіздерді әдеттегідей жаңалықтармен таныстыратын Сияздова Алия. Бұл күн адамзат тарихындағы ең атаулы күн. Киелі Сыр өңірінің қасиетті топырағынан адам баласының ғарышқа қанат қаққан күні. Жер ана бесігінің жатқан адам баласының аяғынан тұрып, алыс әлемге талпынуы біздің бақытты келешегіміздің даму жолындағы сәтті де мәнді көрінісі. Мектеп кітапханасында ғажайып ғарыш айлағы атты кітап көрмесі жасалды. 12 сәуір ғарышкерлер күніне орай 5-ші В сынып оқушысы Әділбекова Жанель өзінің жүрек жарды өлеңін тарту етті. Ғарышкер. Бұл сәуірде тұңғыш рет ғарышқа ұшты Гагарин. Тұрған кезін күлімсіреп ұнатам сол ағаның. Ол ғарышты жүр айналып, мен есімді білгелі, батырдың бір шырайлы, қандай жақсы күлгелі. Құрметті оқырмандар, бүгінгі ғарышкерлер күні құтты болсын. PISA білім беру саласындағы ең ауқымды халықаралық зерттеулердің бірі. 15 жастағы білім алушылардың өмірге қаншалықты дайын екендігі бағаланады. Оқушылардың оқу, математика және жаратылыстану бағытындағы оқу жетістіктері сыналады. Осы мақсатта 8 сәуір күні мектебімізде 15 жасқа толған оқушылардың PISA халықаралық зерттеу сынама тесті алынған болатын. 9 сынып оқушыларына оқу орнының ерекшеліктері мен мамандықтарын таныстыру мақсатында 5 сәуір күні Текей Батыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледж оқытушысы Қадыр Айбек Әбжемілұлы офлайн форматта кездесу өткізді. Кездесу барысында оқушыларға колледждің 13 мамандығының ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталып, оқу орнының базасы, материалдық техникалық ерекшеліктермен таныстырды. Қызылорда облыстың ішкі саясат басқармасының жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен 6 сәуір күні жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар беру мақсатында мамандық таңдау маңызды іс тақырыбында онлайн форматта Zoom платформасында семинар өткізілді. Облыстық жастар ресурстық орталығы директордың алғыс сөзін Азамат Мукеев, оқу орталығының маманы Ерболат Жапархан мамандықтар туралы түсіндірме жұмысын жасады. Өмірзақов Нұржан Егізбайұлы мамандықтар атласымен таныстырып, 9 сынып оқушыларына бағыт-бағдар берді. Осындай жан-жақты жүргізілген жұмыстар оқушылардың мамандық таңдауына, кәсіби бағдар алуына көп көмегі болады. Жас ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Егеменді еліміздің болашақ ұрпақтарының сана сезімін, ұлттық психологиясын, ата-бабамыздың салт-дәстүрімен сабақтастыра отырып, тәрбиелеу қазіргі күннің ең өзекті мәселесінің бірі болып есептелінеді. 1-4 сынып оқушыларының арасында музыка пән мұғалімі Ескебеков Болат ағайдың ұйымдастыруымен патриоттық әндер байқауы өткізілді. Мектеп оқушыларының рухын көтеріп, азаматтық белсенділігін арттыруда патриоттық бағыттағы әндердің маңызы зор. Сондықтан бұл байқауды өткізудегі мақсатымыз өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезім қалыптастырып, отанға деген құрметті күшейту, өнерлі оқушыларды анықтап, сахна өнеріне баулу. Мектебіміздің тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес жол ережесін білейік, аман-есен жүрейік тақырыбында бастауыш сынып бірлестіктерінің ұйымдастыруымен 10 күндік жұмыстары өткізілуде. Балаларға жолда жүру ережесімен және бағдаршамның қызметімен таныстыру, жол белгілерін айыра білу дағдысын қалыптастыру, көше жағдайындағы кеңістікті бағдарлай білу дағдыларын дамыту мақсатында жүргізілген сынып сағатын даярлық тобының жетекшісі Мұратбай Көркем мен Ұзақбай Мария жүргізді. Сонымен қатар, 4-ші А сыныбында Оспанова Гүлшайым апайдың ұйымдастыруымен бағдаршам әлеміне саяхат тақырыбында сынып сағат өткізілді. Мақсаты жаяу жүргіншілердің, жолаушылардың және жүргізушілердің жол ережесін нақты білу керектігі туралы балалардың білімдерін бекіту, көшедегі тәртіп ережесін қатаң сақтауға, жолда зейінді болу дағдыларын бойларына сіңіру. 10 күндік аясында 6 сәуір күні жас инспектор орталығының жетекшісі Әбілда Ғалым ағайдың ұйымдастыруымен 1-2 сыныптар аралығында жас жаяу жүргінші тақырыбында видеороликтер көрсетілді. Апта легіндегі жаңалықтар осымен аяқталды. Назар салқындағандарыңызға рахмет.